Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен творожный пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, сары майымызды салып, екеуін араластырып, крошка жасап алатын боламыз. Ұн мен майымыз толықтай бірге жақсылап араласуы керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін шекер, жұмыртқаны және қаймақты, яғни сметананы салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қопсытқыш салуды ұмытпаймыз, яғни бір шай қасық қопсытқыш саламыз. Енді жақсылап жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды 10-15 минутқа пакетке салып қоятын боламыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Қамырымыз бөлме температурасында тұрады. Салмамыз дайындайтын боламыз. Сүзбені ыдысымызға салып, ұнтақталған қантты және жүгері крахмалын салып, жұмыртқаның ақ уызын салатын боламыз. Сары уызы бізге қазір бетін әрлеуге қажет болады. Салмамызды жақсылап шанышқының көмегімен осылай араластырып алатын боламыз. Барлығы бір келкі масса болуы қажет, және соңынан осындай ванильный сахар қосамыз, бір шай қасық. Енді формамыз дайындап аламыз. Менде осындай форма 24 см. Мен осындай сары май жағып шықтым. Қамырымыз жабысып қалмауы үшін піскен кезде. Енді қамырымызды екіге бөлеміз. Бір бөлігін үлкен етіп, бір бөлігін кіші бөлікке бөліп алатын боламыз. Бірінші үлкен бөлігін жайып алатын боламыз. Формамыздың көлеміне қарап жаятын боламыз. Қатты жұқа болмауы қажет. Қамырымызды жайып алдық. Енді оқтаудың көмегімен осылай оқтауға орап, формамызға жайғастыратын боламыз. Жанындағы артық қамырларды қазір пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Салмамызды салып, енді қамырдың кіші бөлігімен бетін әрлейтін боламыз. Қалған қамырымызды да осылай орташа қалыңдықта жайып алатын боламыз. Әдемі болу үшін, әдемі кесілу үшін мен осындай пышақ қолдандым. Осылай ұзын бөліктерге бөліп шығамыз. Барлығын кесіп болғаннан кейін енді салмамыздың үстіне осылай қойып шығамыз. Артылып қалған қамырдан осындай насатканың көмегімен осылай дөңгелектер жасап алдым. Қалауларыңызға қарай, фантазияларыңызға қарай осы қамырды да осылай қойып шықсаңыздар болады. Немесе печеньелерге арналған осындай насаткалар болады. Солардың көмегімен гүл жасауға болады. Жаңа қалған жұмыртқаның сарысымен осылай салмаға тегізбей тек қамырына жағып шығып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз пісіп шықты, өте жұмсақ әрі дәмді болған. Крахмал қосқаннан кейін салмасы да бөліктерге бөлінбей осылай бір келкі болып шықты. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.